А, Қазіргі таңда әділ қоғам туралы сөз айтатын болсақ, көтеріліп отырған тақырып өте өзекті. Қазақ қоғамы үшін әділеттілікті біз талап етеміз, әділдікті қалаймыз. Өкінішке қарай өмірде әділетсіздіктер әрине орын алып тұрады. Бұл адам қоғамның өзінің заңдылығы бір көрінісі. Дегенмен де әділеттілік үшін ұмтылыс бұл да біздің табиғатымыздың бір бөлшегі. Әділеттілік қоғам туралы айтатын болсақ, бізде тамаша үлгілер бар. Осы әділеттіліктің қол жетуі, жеңіске жетуі. Өмірде әділеттілік жеңіп, шындық жеңуін қалайтын бізде сондай көңіл күйлер бар, болады да, тілеп атады. Кейде адамдарға біздің қазіргі қоғамымыз әділетсіздік көрінуі мүмкін. Әр адам үшін әділеттіліктің өзінің өлшемі бар. Дегенмен де адамзат қоғамында әділеттілік үшін күрес ежелден келе жатыр. Бұл қоғамдардың күрделену түсуінен бастап, тарихшы болғандықтан ежелгі қоғамнан бастайық. Сонау палеолит, энеолит кезеңінен бастайтын болсақ, конфликт пайда болады. Меншік пайда болғаннан кейін адам арасында талас та пайда болады. Дефицит деген ұғым пайда болады. Мысалы, ежелгі примитивті қарапайым қоғамдарда адамдар жаңа тапқа бөлінісіп орын алып жатқан кезде, қарапайым тілмен айтсақ, бай-кедейге бөлініс орын алған кезде, әрине бұл конфликттің, жанжалдың бастауы. Себебі біреуде мал көп, біреуде аз, біреуде қару бар, біреуде жоқ. Күштісінің өктемдігі жүретіні мәлім осындай тұстарда. Ал әділеттілікті тек қана күшпен орын толтыруға болатыны қоғам дамыған сайын белгілі болды. Мысалға, хакімдер, ғалымдар, ойшылдар шықты. Осы адамзаттың әділеттілік қоғам туралы ойлар айтқан, мысалға, Платон, ізгі қоғам, Аристотель сияқты ғұламалар айтқан болатын. Қазақ даласында да, мысалға, дәстүрлі қазақ ислам мәдениетінде де осындай ойлар бар. Қазақтар, мысалға, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деген бізде заңдар болған, әділеттілікті, тәртіпті орнату мақсатында. Одан кейін жеті жарғы, Тәуке ханның, Әз Тәукенің жеті жарғы заңы. Бұл заңдарының пайда болу себебі тарихшылар көптеген жайттармен түсіндірді. Соның басты жайттары бірі, себептердің бірі жоңғар шапқыншылығы. Жоңғар шапқыншылығы шығыстан батысқа ентелеп кірген жоңғар, қалмақ, ойрат тайпалары шығыс Қазақстандағы, оңтүстік Қазақстандағы тайпаларды солтүстікке, орталыққа, оңтүстікке ығыстырады. Сол кезде қазақтар жай ғана өздері ғана көшпейді, малдармен бірге көшеді. Сөйтіп, мал жайылымдарына да таластар орын туады. Осы жерде билердің рөлі арта түседі. Себебі қазақ даласында даулар көбейеді, дауды шешетін әділетті, адал адамдар керек болды. Яғни өз руына бөлмейтін, өз туысына бөлмейтін. Сондықтан да қазақ даласында жақсы бір мақал-мәтелдері бар. Тура биде туған жоқ, туған биде иман жоқ деген. Яғни, егер де ол өзінің туғанына бұратын болса, яғни сот нәтижелерін, ол бидің абыройы, әділеттілік деңгейі төмен екенін айғақтайтын осы бір мәтелдің бір көрінісі. Ал жалпы қазақ қоғамы қандай болды? Қазақ қоғамы әділетті қоғам болды ма, әділетсіз қоғам болды ма? Осыған тоқталатын болсақ. Совет жылдарында бізді қоғамда екіге бөлген бар. Яғни бай кедей болды, байлар кедейлерді қанады деген осындай бір тұжырым болды. Яғни қазақтың байларын жек көрініштер етіп суреттеу. Ол әдебиет туындыларында да бар. Көркем өнер, кино, мысалы, Амангелді кино деген, Амангелді Имановқа арналған 1937 жылы қазақтың алғашқы киносында алаш зиялыларын жағымсыз суреттейтін дүниелер бар. Байларды да сол сияқты, хандарды да жек көрінішті қылып, халықты қанаған хандар, билер, батырлардың барлығын жек көрінішті қылып қояды. Яғни марксистік идеологияға байланыстырып, қазақ даласы сондай
әділетсіз қоғам болған көрсеткісі келеді. Әділеттілікте кеңес беруге келгесін жаңағы мектептер салынды, кітаптар шықты, жаңағы емханалар салынды деген сияқты осындай бір дискурс бар. Ал шын мәнінде қазақ қоғамы қандай болды? Әділетті қоғам, әрине әділетті қоғам болды. Себебі қазақтың байы марксистік немесе советтік жаңағы түсініктегі бай емес. Ол қамқор адам, қанаушы емес, кедейді қанайтын, керісінше қиыншылыққа тап болған адамды, жаңағы жұқа тұратын адамдарды қолдап, ашаршылықтан, жоқшылықтан құтқарып отырған осы байлар болды. Өз қанатына панасын алып отыр. Қазақтың байлары меценаттар болды, мектеп салып. Балалардың, мысалы, бізде болашақ бағдарламасы бар, барлығымыз шетелге барып оқып жүрміз. Қазақ даласында бұл жаңағы алғашқы бір шыққан бір программа сияқты бұл көрінеді адамдарға. 93 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр бұл программа, бағдарлама. Ал шын мәнінде бұндай стипендиялар кезінде де болды. 19 ғасырдың аяғында, 20 ғасырдың басында интернатта оқып жүр, талай қазақ баласы деп кім айтты? Абай айтты. Ол не туралы айтты? Абай Құнанбаев заманында, яғни Ресейдің жоғарғы батыс еуропалық стандарттарға салынған Петербургтағы университеттерде қазақтың талай жастары оқыды. Олардың барлығы байдың балалары емес. Басымдағы байдың балалары, бірақ ішінен орташа, яғни былай бай емес адамдардан да шыққан азаматтар бар, оқып шыққан. Кейін олардың барлығы өздерінің үлкен бір плеяда шықты, үлкен бір толқын шықты, Алаш деген. Міне осыдан көруге болады. Бақытсыз Жамал деген роман қазақтың алғашқы шыққан романы, меценат болған осы қазақтың байлар бәйге тігеді. Қазақ газетіне жазады: қазақта әдеби роман жоқ екен, біз бәйге тігеміз, қазақтың жазушылары, талапкерлер жарысып көрсін, роман шығарсын деп. Сөйтіп Міржақып Дулатов сол байлардың, әділетті байлардың, яғни бұл жерде жарыс қойып тұр, бұрып тұрған жоқ. Кім үздік танылады, соған береміз дейді осы қаражатты. Яғни меритократия системасы туралы айтқым келеді. Батыста меритократия системасы бар. Ол Наполеон енгізді деп есептеледі. Яғни мемлекет басшылығында, әскери салада болсын, сот үкіметінде, заң саласында үздіктер жұмысқа алынуы. Оқуға түсірді де, мысалға ұбт. Бұл да меритократиялық жүйенің бір көрінісі. Яғни лайықтылар ғана оқуға түседі. Тест әділетті өтеді, яғни коррупция жойылады деген сияқты. Ал меритократиялық система қазақ хандарында да болды. Мысалға бізде хандар сайланды, яғни мұрагерлік жолмен хан болатын сөзсіз, бірақ ханда бірнеше балалар болды. Хан тұқымы көп. Яғни олардың ішінде тек қана мына завещание, аманат ретінде хан болмайды. Менен кейін мен балам болсын деген ондай хат ешкімге болмаған. Осы Шыңғыс тұқымынан шыққан адамдар ішінен лайықтысы хан болады. Ол хан қалай хан болу керек? Ол өзін біріншіден әскери салада өзін қолбасшылығын көрсету керек. Жекпе-жекке шығу керек, соғысқа қатысу керек, елді басқарам десе, дипломатиялық қызмет атқару керек, тағы күрделі өмір сынағынан өту керек. Мысалы, Абылай ханды алайық. Ол хан ретінде 1771 жылы хан болды. Ал өмір сүріп туған жылы 1711 жылы. Сонда ол неше жасында хан болды? Яғни бірден хан болып қойған жоқ. 1730 жылы Аңырайқа шайқасында ол Қалдан Сереннің ұлы Шарышпен жекпе-жекке шығып, өзінің харизмасын, өзінің авторитетін көтеріп, беделін көрсетеді. Содан кейін ол жаңағындай елшілік, дипломатиялық Қытаймен, Ресеймен сұлтан ретінде қарым-қатынас көрсетіп, сайлауға түсіп, кейін оны Түркістанда хан көтереді. Міне бұл да бір әділет көрінісі. Яғни хан боламын десе, кез келген адам емес, соған лайықты адам болу керек. Әділетті жол ма? Әділетті жол секілді. Ал енді қазір бүгінгі қазақ қоғамында әділеттілік бар ма? Маңызды сұрақтардың бірі. Қазір кезінде қазақ қоғамында құндылықтар ауысып жатыр. Сондықтан да өте күрделі, кейде аға буын мен кіші буынның арасында түсініспеушіліктер, жарыстар, аға буын кіші буын түсінбейді, кіші буын аға буынды түсініспеушіліктер жүріп жатыр. Сондықтан да кейбір адамдарға әділетсіз көрінуі мүмкін. Мысалға, блогер қарапайым медицина қызметкерінен 10 есе көп жалақы табуы мүмкін.
Бұл әділетсіздік па? Бұл әділетсіздік, бірақ бұл жаңа өмірдің бір көрінісі. Бұл да уақытша бір көріністер. Ертең ол блогерлар өмір бақи осындай ақша табады деген сөз емес. Өткінші дүниелер бар. Әділетті біз заң құрып алсақ, әділетті система, жүйе құрып алсақ, осындай ауытқушылықтар шеттен шыққан, олардың барлығын орнын толтырып шегіндіруге болады. Ол үшін не керек? Бізге байлықты бірінші орынға қоймау керек құндылық ретінде. Бірінші орынға бізге ғылым, мәдениет, кітапхана, университет, осындай мәдениет орындарын ұлықтау керекпіз. Бүгінгі таңда мысалға Мағжан Жұмабаев атындағы кітапханаға келіп отырмыз. Мына кітапхананың жаңаруы, жеке-жеке Төлеген Қажыбаев ағамыз сияқты дарынды тұлғаларымызға кабинеттер ашылуы, көңіл құптарлық жайттар. Бұл үлкен мәдени атмосфера тудыратын ошақ орны. Міне осындай орындарды ұлықтап, билік тарапы, үкімет тарапы мәдени орындарға қаржы қаражатты, қолдауды, ақпаратты қолдауды барынша еселеп көбейте беру керек деп ойлаймын. Сонда әділетті қоғам болады. Рахмет.